Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Кездесуге Астана қаласы мен Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстарынан 32 адам жазылып, 14 өтініш қаралды. 6 адам онлайн формат арқылы бейне байланысқа шықты. Тұрған фабриканы бычыт қылды, жақыны бычыт қылды. Көздеріңізді көрсін деп сіздерге келдік. Сіздердің мақсаттарыңыз жерді қалай көрсетемін деген мақсат ба? Солай болса, немесе келісіп алайық. Мен уәде берем, уәдемде тұрам, комитеттің төрағасын жіберем. Бірақ сіз 3 немесе 5 кісіні бересіз. Сол кісілер барып көрсетеді. Келістік па? Жақсы. Өтініштер жер қойнауын пайдалану, жолаушылар тасымалы, құрылыс, еңбек жанжалдары, қызметкерлерді ынталандыру және де тағы басқа салаларға қатысты болды. Ведомство басшысының қабылдауына жазылғандардың дені баспана мәселесін шешіп беруін өтінді. Олар көп балалы және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған, сондай-ақ толық емес отбасылардың өкілдері. Кездесуге келген барлық азаматқа көкейкесті мәселелері бойынша тиісті заң нормалары түсіндіріліп, еліміздің тұрғын үй саясаты туралы ақпарат берілді.